Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін сіздерге өте оңай жолмен тоқылатын сөмкенің тоқылу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сөмкемізді тоқу үшін бізге осындай 4 бұрышты моншақ қажет болады. Размері 8 мм. Мен қара түсінен қолданамын. Және де леска қажет болады. Мен өздеріңіз білесіздер, үнемі строительный леска қолданамын. Бұл жұмыс жасағанға өте ыңғайлы. Және де арнайы қайшы. Және бізге сөмкеміздің цебін қадауға арналған осындай 2 кольцо қажет болады. Және осындай метражный цеп. 2 басында осындай қысып қоятыны бар. Ал енді сөмкемізді тоқып бастаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз. Дағы осында 4 моншағымызды өткіземіз. Моншағымызды артқа қарай жинаймыз. Енді соңғы тұрған моншағымызға крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лесканы осы крючоктың ішінен өткізіп бекітеміз. Мінекей мына көріп тұрған крючогымызды моншақтың ортасына қарай итереміз. Мінекей бізде осындай ромбик пайда болады. Енді осында бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ салып бекітеміз. Мінекей енді дәл осылай жоғары қарай 14 қатар тоқып шығатын боламыз. Міне қараңыздар, біз 14 емес 13 қатар тоқыдық. Себебі бұрылатын жер ол бізде 14 болып саналады. Сол үшін бұрылған жерді сіздерге көрсетейін. Бір жақ лескамызға 1-ден 3 моншақты саламыз бұрылған кезде. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, сонда бізде 14 қатар болды. Бір қатарды бітірдік. Енді екінші қатарға көшу үшін жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ саламыз. Бұрылған кезде 3 моншақпен бұрыламыз. Одан кейін 2 моншақпен тоқитын боламыз. Мінекей, бұрылдық. Енді лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, осында 2 моншақ салып, ары қарай тоқимыз. Мінекей достар, енді дәл осылай жоғары қарай біз 6 қатар тоқитын боламыз. Мінекей қараңыздар, 6 қатар тоқып болдық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 қатар
Былай қарай 6, былай қарай 14 қатар бізде лескамыз дәл осылай шығып тұру қажет жоғарыдан. Мінекей, енді біз бұның леска шығып тұрған қатарымызды бір қатарын бүктейміз. Сонда бізде астында 5 қатар болу керек. Бұл біздің сөмкеміздің шетіндегі қапталы айналдырып тоқитын боламыз осыны қазір. Мінекей, осылай бүктеп аламыз жақсылап. Міне, көріп тұрғандарыңыздай бізде астында 5 қатар болып тұр. Енді осыны осылай айналдырып тоқып шығамыз. Ол үшін лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары лескамызға 2 моншақ салып бекітеміз. Тағы біреуін көрсетейін. Астыңғы лескамызға өткіземіз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ салып бекітеміз. Сіздерге өте түсінікті деп ойлаймын. Видеоға мұқият қарап отырсаңыздар, барлығы да өте оңай. Мінекей, енді дәл осылай айналдырып 8 қатар тоқып шығатын боламыз жоғары қарай. Мінекей достар, айналдырып тоқып шықтық 8 қатар. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бізде шеті 8 қатар, табаны 5 қатар, асты 14 қатар. Мінекей, енді біз бұл сөмкеміздің осылай 2 шетін қысып формасын шығаратын боламыз. Ол үшін лескамызды аламыздағы ортасындағы 3 моншақтан өткіземіз. Лескамыздың 2 басын бірдей қылып ұстап, осында кез келген лескамызға 1 моншақ саламыз. Крючок жасаймыз. Дәл осы сәтте біз сөмкеміздің цепке арналған кольцосын осы жерге бірге тоқып кететін боламыз. Мінекей, крючок жасап, осылай бекітеміз, қатты тартамыз. Енді лескамызды жоғары қарап тұрған 2 шетіндегі моншақтан өткіземіз. Енді осында тағы да 1 моншақ өткізіп, тура жаңағыдай қайталаймыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің кольцомыз моншағымыздың ішінде қалып кетті. Мінекей, енді біз лескамызды бекітетін боламыз. Ол үшін лескамызды жоғарыда тұрған моншақтан өткізіп, крючок жасайтын боламыз бекітіп. Және де артық қалған лескамызды қиып тастаймыз. Мінекей достар, біз бір жағын жасап болдық. Қараңыздар, енді тура осылай
екінші жағында жасайтын боласыздар. Мінекей достар, екі жағында жасап болдық. Сөмкеміздің формасын шығардық. Енді қараңыздар, біз бұл екі кольцоға цебімізді жалғайтын боламыз. Ал қазір біз сөмкеміздің алдына жабатын жерін жасайтын боламыз. Ол үшін лескамызды аламыздағы мына тұрған бұрыштағы соңғы моншақтан өткіземіз. Екі басын бірдей қылып ұстап, осында жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, енді мына тұрған лескамызға 2 моншақ салып тоқимыз. Дәл осылай біз 7 қатар тоқып шығатын боламыз. Міне достар, сөмкемізді тоқып болдық. Толықтай қараңыздар, өте керемет болып шықты. Іші осылай көрінеді. Жабатын жерін осылай жауып қоясыздар. Енді біз мына кольцомызға цебімізді жалғаймыз. Ол үшін цебімізді аламыздағы сөмкемізге қыстырамыз. Мінекей, енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша сөмкеңіздің алдын сәндесеңіздер болады. Мен осындай тағы да цеп жалғайтын боламын сөмкенің алдына. Ал сіздер өздеріңіз қалауынша жалғасаңыз да болады, жалғамай жай осылай қалдырып қойсаңыз да болады. Мінекей, маған осылай ұнап тұр, мен осыны жалғайтын боламын. Мінекей достар, осымен біздің сөмкеміз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.